Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін бізде қазақ тілі сабағы. Пән оқытушысы мен Алтынгүл Сапарбекқызы. Бүгін 9 қыркүйек. Сабақтың тақырыбы қазақ киносы, қазақ тарихы, дефис арқылы жазылатын сөздер, бас әріппен жазылатын сөздер, тасымау. Яғни, бүгінгі сабағымызда осы тақырыптарды меңгеретін боламыз. Сабағымызды бастамас бұрын алдын ала мынандай сұрақтарға жауап бере кетейік. Яғни, бұл сұрақтарға сендер ауызша жауап бересіңдер және маған видео түсіріп жолдайсыңдар. Кинотеатрға жиі барасыңдар ма? Қандай жанрдағы кинолар ұнайды? Кинодан қандай тәлім тәрбие алуға болады? Отандық кино ұнай ма, әлде шетелдік кино ұнай ма? Қазіргі қазақстандық кинолар туралы пікірлерің қандай? Міне балалар, осы сұрақтардың жауабын күтемін. Ал енді қазақ кино өнері туралы қысқаша мәлімет бере кетсем. Қазақ киносының алғашқы қадамы 1925 жылы жасалды. Қазақстан туралы алғашқы деректі фильм түсірілді. Ленфильм студиясының ұжымы қазақтың кино қайраткерлерінің қатысуымен Амангелді көркем фильмін ұсынды. Бұл фильмнің сценарийін Бейімбет Майлин мен Ғабит Мүсірепов жазды. Қазақ көркем фильмінің тарихы осы туындыдан басталды. 1941 жылы Алматыда көркем фильмдер шығарған киностудия ұйымдасып, 1944 жылы ол Алматының көркем және деректі шежірелік фильмдер студиясы деп аталды. Қазақ киностудиясы алғашқы ұйымдасқан кезінен бастап 100-ден астам көркем фильм, 500-дей деректі фильм шығарған. Бұл фильмдер тақырыбы жағынан әр алуан. Экранға қазақ халқының өткен өмірін көрсететін, соғыс жылдарындағы халық батырлары туралы заманауи тақырыпқа арналған картиналар шықты. Мысалы, 1946 жылғы Абай әні, 1954 жылғы Махаббат дастаны, 1957 жылы жарыққа шыққан Шоқан Уәлиханов, Ботагөз, біздің сүйікті дәрігер, 1963 жылы шыққан Менің атым Қожа, 1971 жылы жазылған Атаманның ақыры, 1978 жылы жарық көрген Қыз жібек пен Орман балладасы және тағы басқаны мысал ретінде айтуымызға болады. Қазақ киносын дамытуға режиссерлер Айманов, Бегалин, Қарсақбаев, Қожықов, актерлер Қуанышбаев, Өмірзақов, Жантөрин, Қожамқұлов, Өмірзақова тағы басқа мол үлес қосты. Бұл ақпарат балалар қазақ мәдениеті энциклопедиялық анықтамалығынан алынды. Келесі біздің тақырыпшамыз Шәкен Айманов туралы әнші Бибігүл Төлегенованың естелік әңгімесінен үзінді. Шәкен аға театр өнерімен әуестенді. Қазақ драма театрының сахнасында 20 жыл еңбек етіп, актерлік шығармашылығын шыңдады. 1947 жылы, 1951 жылдар аралығында Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ академиялық драма театрының бас режиссері қызметін атқара жүріп, шығармашылықпен айналысты. 1954 жылдан бастап кино әлеміне шақырту алып, режиссерлікке бел шеше кірісті. 1959 жылы КСРО-ның халық әртісі атағына иеленді. Бүкіл күш жігерін, дарынын қазақ киносына жұмсады, қазақ киносының алғашқы кірпішін қалады. Махаббат дастаны, Алдар көсе, Біз осында тұрамыз, Атаманның ақыры, Атамекен, Ән қанатында сынды фильмдермен халқымыздың күллі әлемге танытып, артында өлмейтін мұра қалдырды. Өте сәтті шыққан киноларының ішінде әйгілісі Біздің сүйікті дәрігер және Тақиялы періште атты 2 музыкалық комедиясы бар. Сол 2 фильмге де шақырту алдым. Біздің сүйікті дәрігер менің шығармашылығымда үлкен рөл атқарды. Фильм бүкіл Кеңес одағында кең көлемде жүрді, тіпті шетелде де көрсетілді. 1970 жылы Атаманның ақыры фильмі үшін Қазақ КСР мемлекеттік сыйлығы берілді. Бірақ ол сәтті өзі көре алмады. Шәкен Аймановтың қазақ кино өнері үшін сіңірген еңбегі ұлан ғайыр. Бұл
Кімнің естелік хатынан алынған әңгіме? Яғни Бибігүл Төлегенованың Шәкен Айманов туралы айтқан өзіндік ой пікірі екен. Келесі шығармамыз Алмас қылыш. Көрнекті жазушы Ілияс Есенберлиннің Алмас қылыш романы желісімен қойылған кинодастанды түсіруге 500-ге тарта адам, 100-ге жуық актер жұмылдырылған болатын. Фильм 15 ғасырдың орта тұсын Әбілқайыр хандығынан бөлініп, Керей мен Жәнібектің Жетісуда өз ұлыстарын құрған сәтін суреттейді. Рүстем Әбдіраш қоюшы режиссер. Ілияс Есенберлиннің 3 томдық трилогиясынан бірінші кітабын негізге алдық, бірақ фильм тұтас кітаптағыдай болған жоқ. Себебі Ілияс ағамыз кітапты жазған кезде тарихи деректердің кейбірі болмаған екен. Кеңес идеологиясына сай көп нәрсе айтылмады. Сондықтан біз тарихи оқиғаларды қайтадан қалпына келтіруге тырыстық. Қайрат Кемалов Керей ханның рөлін сомдаған актер. Берісі қазақ тарихы, әрісі жалпы түркі, Евразия көшпенділер тарихымен бұрыннан қатты қызықтырған. Сондықтан бұл рөл менің мойныма жүктелгенде өте қатты қуандым. Бірақ ұлы тұлғаның сахналық бейнесін жасау оңай болған жоқ, іздендік, деп өз пікірлерін айтқан екен. Ал балалар, дефис арқылы жазылатын сөздер. Осы тақырыпты есімізге сақтайық. Дефис дегеніміз не? Дефис орфографиялық, ал сызықша пунктуациялық таңбаға жатады. Сондықтан дефис келген жерде кідіріс жасалмайды. Бұл оның сызықшадан ажыратылатын басты белгісі болып табылады. Екіншіден, дефис сызықша секілді сөйлемнің мазмұнына әсер етпейді. Үшіншіден, шартты түрде алғанда дефис сызықшадан қысқа болады. Дефиспен жазылатын сөздерге назар аударсақ, яғни олар қос сөздер. Мысалы, ата-ана, құрбы-құрдас, ауыл-аймақ. Екі сөзден тұратын ғылыми дәреже, атақ не мамандықты көрсететін атаулар. Мысалы, вице-министр, корреспондент мүшесі. Қосалқы мүшелері күрделі атаулар. Мысал үшін, кафе-бар, телефон-автомат, тағы сол сияқты. Цифрмен жазылатын реттік сан есімдер. Мысал үшін, 58-ші үй, 65-ші пәтер, 8-ші қатар, 12-ші орын. Ақ, ай, ау, д, т, мыс шылаулары. Мысал үшін, айтқанды, баламай, естіптіміз. Кейбір одағай сөздерге де дефис арқылы жазылады екен. Мысалы, момо, қырау, тағы сол сияқты. Түркі, парсы, тағы басқа халықтар есімдерінің соңында келетін патша, бей, заде, ағылы сынды есімдер де дефис арқылы жазылады. Мысал үшін, Осман патша, Амза-заде, тағы сол сияқты. Араб халықтары есімдерімен келетін әл, аш, ар, аз, әд, бен сияқты элементтер де дефис арқылы жазылады. Мысалы, Әл-Фараби, Рашид ад-Дин. Келесі, басқа әріптермен қысқарған сөзге, цифрмен жазылған сан есімге, жеке әріп түрінде алынған объектіге жалғанатын қосымшалар да дефис арқылы жазылады. Мысалы, БО-ға, бұл біріккен ұлттар ұйымына деген сөзіміз қысқарған тілде БО-ға деп жазылады. 450-ден, 50-ін. Ескерту, Рим цифрынан кейін дефис қойылмайды. Бірінші ғасыр, бірінші курс, тағы сол сияқты. Күрделі құрама атаулар жасайтын кейбір көмекші сөздер ат, ас, әл сөз басында келсе бас әріппен, сөз ортасында келсе кіші әріппен дефис арқылы жазылады екен. Мысал үшін, Әл-Фараби даңғылы. Институт Әл-Фараби даңғылында орналасқан. Осы жерде байқағандарыңдай, әл деген қосымша атау, яғни Әл-Фараби десек,
Әл-Фараби даңғылы десек, әл бас әріппен басталады екен. Ал институт Әл-Фараби даңғылында орналасқан дейтін болсақ, бұл жерде сөйлемнің ортасында келгендіктен кіші әріппен басталып жазылады екен. Ал балалар, енді біздің келесі тақырыпшамыз бас әріппен жазылатын сөздер. Осыған қысқаша тоқтала кетсек, төмендегі жағдайларға байланысты бас әріппен жазылады. Мысалы, жалқы есімдер. Жалқы есім дегеніміз не білеміз, е? Адам аттары, жер су аттары, газет журнал аттары, тағы сол сияқты. Мысалы, Қызылорда, Абылай, Талас өзені, Шолпан жұлдыз, тағы сол сияқты. Жоғарғы мемлекеттік қызмет атаулары мен құрметті атақтар. Мысалы, президент әкімшілігі, халық қаһарманы. Мемлекеттік, республика, жоғары мекемелер мен ұйымдар атауларының әр сөзі бас әріппен жазылады. Мысалы, Қазақстан Республикасы, Біріккен ұлттар ұйымы, Біріккен Араб әмірлігі, тағы сол сияқты. Нүкте, сұрау, леп белгілерінен кейінгі сөйлемнің бірінші сөзі, өлеңнің әрбір жолы да бас әріппен басталады екен. Мысалы, жанұя шағын мемлекет. Мен президент, сен премьер. Қасым Аманжоловтың шығармашылығынан алынған, е балалар? Келесі, кісі аттары мен қабаттас айтылған тұрақты эпитеттері бар жалқы есімдер де бас әріппен жазылады екен. Мысалы, жаяу мұса, ер төстік, қыз жібек, қозы көрпеш, тағы сол сияқты. Бас әріптермен қысқарған сөздер Біріккен ұлттар ұйымы, ТМД, тағы басқа кезде кездеседі. Түрлі мекемелер, білім ғылым орындарының күрделі атауларының бірінші сөзі міндетті түрде бас әріппен жазылады. Мысалы, Павлодар мемлекеттік университеті. Мифологиялық кейіпкерлердің, әулиелердің аттары бас әріппен жазылады екен. Мысалы, Бекет ата, Арыстан баб, Ойсыл қара, Зеңгі баба. Мал, құс, ит, тағы басқа қойылған аттар. Байшұбар, Тайбұрыл, Бөрібасар, Көксерек, тағы сол сияқты. Маңызды тарихи оқиғалар, мерекелердің аттары да бас әріппен басталып жазылады екен. Мысал үшін, Ұлы Отан соғысы, Ақтабан шұбырынды, Жеңіс күні. Орден, медаль аттары, құрметті атақтардың бірінші сөзі де бас әріппен басталады. Яғни, құрмет ордені, барыс ордені, күлтегін медалі. Ресми құжаттардың шартты атаулары бас әріппен жазылады екен. Мысал үшін, жоғары мәртебелі президент мырза, елбасы. Көше, алаң, парк, шоссе, көпір, жол және тағы басқа аттарының бірінші сөзі де бас әріппен басталып жазылады. Мысал үшін, Жібек жолы көшесі, Республика алаңы, Мұхтар Әуезов даңғылы. Келесі, кітап, газет, журнал аттары. Қарқожа романы, Ана тілі газеті. Рудың аты жалқы есімнің алдына келетін тұрақты эпитеттің орнына жұмсалса да, бас әріппен жазылады екен. Қызыл құрт теке би, қарагери қабанбай, қанжығалы бөгенбай, шапырашты наурызбай дейтін болсақ та, бас әріппен бастап жазады екенбіз. Ал балалар, тасымал дегеніміз не? Осыған қысқаша тоқталып, ережесін көңілімізге тоқып алайық. Жазып келе жатқан кезде жолға сыймаған сөз буын жігіне қарай тасымалданады. Балуан деген сөзді біз қалай тасымалдаймыз? Ба-луан деп тасымалдауымыз мүмкін. Ал балу ан деп тасымалданбайды. Себебі дауысты дыбыс жолдың жаңа жолға шыға алмайды екен. Тәрбие, тәрбие деп тасымалдауымызға болады. Өнегелі деген сөзімізді өнегелі деп тасымалдай алмаймыз. Себебі неде? Себебі жалғыз дыбысты жолдың соңына қалдыруға болмайды. Өнегелі деп тасымалдасақ болады. Немесе өнегелі деп тасымалдаймыз. Ал мүлдем тасымалдауға келмейтін сөздер болады. Олар қандай сөздер? Яғни тасымалдауға болмайтын сөздер, олар бір буынды сөздер. Мысал үшін, спорт, ұлт, тағы басқа. Әріптері қысқарған сөздер.
инеу, қазопу. Яғни қысқарған сөздерді де біз тасымалдай алмайды екенбіз. Қысқартылған кісі есімін фамилиядан айырып тастауымызға да болмайды. Мысалы, Мұхтар Әуезов дегенді қысқартып жазатын болсақ, Сәбит Мұқанов. С деп қалдырып, мына жаққа фамилиясын бөліп тасымалдай алмаймыз. Қысқарған шартты белгілерді цифрдан бөліп тасымалдауға тағы болмайды. Мысалы, 5 тонна, 30 метр, 15 сантиметр деген сөздерді де тасымалдай алмайды екенбіз. Сөздің жалғыз әрпін қалдырып тасымалдауға болмайды. Мысалы үшін, ілім, ана деп біз тасымалдай алмаймыз. Қане балалар, тасымалданбайтын сөздерге мысал келтіріп көрейікші. Я балалар, ант, қант, серт, өрт, бұлт, құрт, сүт, ит, торт, күрт, қырт, сыя, ұя, қия, ия, ана, аға, апа, әке, ара, аю тағы басқа сөздерді біз тасымалдай алмаймыз. Себебі неде? Себебі бір буынды сөздерді, қысқарған сөздерді, адам аттарын тасымалдауға болмайды. Келесі тапсырма. Алдарыңызда берілген тапсырманы жазбаша дәптерге орындаймыз. Яғни, үшінші тапсырма берілгені сөйлемдегі дефициттің неге, қандай жағдайда қолданылғанын түсіндіріңдер. Яғни, бұл тапсырманың барлығы сіздерге параграф платформасында берілген. Сол платформа арқылы осы тапсырманы ашып орындайсыздар. Орындап болғаннан кейін барлық тапсырманы фотоға түсіріп платформаға саласыздар. Түсінікті болса, келесі тапсырмаға тоқталайын. Сөйлемдегі бас әріппен келетін сөздерді анықтап, жазылу себебін түсіндіріңдер. Байқап отсаңдар, мына жерде барлық сөз кішкентай әріппен басталып жазыла берген. Осылардың арасынан қай сөз бас әріппен жазылуға тиісті, сол сөздерді бас әріппен бастап жазып, осы берілген тапсырманы көшіріп жазасыңдар. Жазып болғаннан кейін фотоға түсіріп параграф платформасына саласыңдар. Бесінші тапсырма. Қажетті клишелер мен лексикалық құрылымдарды қолдана отырып, мәтінді аяқтаңдар. Яғни бұл бүгінгі біздің тақырыбымызға байланысты мәтін. Шәкен Айманов қазақ өнерінің шоқтығы биік тұлғасы, талантты актері әрі режиссері. Ол ұлттық театр өнері мен кино саласының қалыптасуы мен дамуы үшін бүкіл ғұмырын арнаған. Осыны жалғастырамыз балалар. Жалғастырып болғаннан кейін кері байланыс орнатамыз. Алтыншы тапсырма. Тасымалдауға болмайтын сөздерді теріп алып, сөйлем құраңдар. Яғни бұл да жазбаша. Қай сөзді тасымалдауға болмайды, сол сөздерді алдымен теріп аламыз, дәптерге жазамыз, содан кейін сол сөздерге сөйлем құрау арқылы кері байланыс орнатамыз. Жетінші тапсырма. Жақшаны ашып, сөздерді орфографиялық нормаға сай бірге бөлек дефис арқылы жазасыңдар. Яғни, қай сөз бірге жазылады, қай сөз дефис арқылы жазылады, қай сөз бөлек жазылады, соны жеке-жеке жазып, кері байланыс орнатасыңдар. Осымен бүгінгі сабағымыз өз мәресіне жетті. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Барлық тапсырманы орындап, параграф платформасы арқылы маған кері байланыс орнатасыңдар. Сау болыңдар.